Барлығыңызға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте нәзік, жұмсақ болып шығатын сөзбелі кекстар дайындаймыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызға қант салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң 3 жұмыртқамызды салып, оны да жақсылап миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп болғаннан соң сүзбемізді салып, оны да жақсылап миксерлейміз. Содан соң сүтімізді саламыз. Екі ыдыста ұнымызды, қопсытқышымызды, ванилинді, яғни құрғақ ингредиенттердің барлығын бірге араластырып аламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып, оны да жақсылап миксерлейміз. Сразу миксерлемеңіздер, ұндарыңыз шашырап кетуі мүмкін. Осылай бір келкі массаға айналғанға дейін миксерлеп аласыздар. Содан соң осындай кекстің қалыбына салып, жақсылап ішіне салмамызды салып аласыздар. 170 градуста 6-7 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, пікір қалдырыңыз, лайк басыңыз, және қандай рецепттер күтесіз, комментарийге жазып кетіңіздер. Келесіде міндетті түрде сол выпечканы немесе тортты дайындайтын боламын. Мені қарағандарыңыз үшін рахмет. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.